Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Ертегі тыңдамас бұрын каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Ендеше ертегімізді бастаймыз. Мерген мен баласы. Ертеде бір мерген болды. Сол мергеннің бір тоғайда от жағып, ет пісіріп, жеп отырғанда бір келіншек үсті күміс екенін, не темір екенін білмейсің, сылдырлап тоғайдағы мергенге келіп, оттың бір жақ шетіне отырды. Мерген жеп отырған етінен беріп еді, келіншек қолын көрсетпей, жеңімен алып жеді. Бұдан соң мерген еттің сүйегін мүжіп отырғанда, асылды асылға салдың-ау, деп келіншек кетіп қалды. Мерген тұрып, апыр-ай, бұл бір пәле-ау, бұдан қайтып құтыламын, деп етін жеп, отын өртеп жақты да, адам бойы дәу шілеген әкеліп, от жанына жатқызып, үстіне шапанын айқарасынан жапты да, өзі таза жерге барып, мылтығын оқтап дайындалып отырды. Аз тұрған соң, баяғы келіншек ақырын келе жатқанын мерген көрді. Келіншек жақындап қарқ-қарқ күліп жатқан мергенді бас салды. Өлтірдім ғой деп қолын қайта тартып жемек болып еді, қолы қайта шықпады. Аха-ха, болаттан жаратылған адам екен-ау, бұған өткен менің тырнағым алмас екен-ау, деп келген залым келіншек күлді. Бұл келіншек қуанып тұрғанда, мерген өкпеден алып мылтыққа басты. Келіншек өкпесінен оқ өтіп жығылып жата кетті. Мерген келіп қараса, тырнағына жез киіп алған екен. Ой, бір жалмауыз екен деп, мерген тырнақтарын шығаруға тағат таппай, саусағымен қосып кесіп алды да, біреуі келіп қалама деп, таң атқанша күзетті. Таң атқан соң мерген атына мініп, тоғайдан шығып, тауға қарап келе жатып, бір сай қабағына шығып еді, үлкен бақ көрді. Бақтың көлеңкесінде өңкей құланның құлындары байлаулы тұр. 3 отау тұр. Бұл не ғажап деп, мерген таңданып, сол отауларға жақындап келіп еді. Күйеу келді, күйеу деп қыз келіншектер алдынан жүгіріп шығып, аттан көтеріп алып, екі қыз екі жағынан сүйеп, бір оңаша отауға әкеліп отырғызды. Түрлі тамақтармен, қымыздармен тамақ сусындырды. Кеш батқан соң мезетте әдемі келіншек жаһанда сұлу бір қызды алып келіп, күйеуің міне, осы қызды ұста, сенің әйелің сүйген жарың осы, деді де шығып кетті. Мерген аң-таң болды. Әрі-бері ойланып отырып, ей, сен маған әйел болғалы отырсың. Манағы кезде қыз-келіншектер күйеу деп құрметтеді. Мен сендерге қайдан күйеу боламын? Деп сұрады. Сол кезде қыз тұрып, осы тоғайда бізге қас жалмауыз дәу бар еді. Сол жалмауызды күші келсе біз өлтіріп, болмаса бізді олар өлтіріп кетуші еді. Сонан өле-өле бір жалмауыз қалып ұстатпай жүруші еді. Келсе бізді өлтіріп кете беретін. Сонда әкем тұрып, осы жалмауызды кім өлтірсе соған қызымды беремін, деп еді. Сіз кеше сол жалмауызды өлтірдіңіз. Енді сізге әкем мені берді. Мен сендікпін, сәулем. Біз әшіреті ассалам деген жұрттан боламыз. Біз де өзіңіздей адамбыз. Сонымен сізге біз бұйырдық. Бірақ сен бүгін түнде ұйықтама. Ұйықтасаң, менен ажырайсың. Ұйықтамасаң, аман алып қаласың, дейді қыз. Мерген, мақұл, бір ұйқымды қияйын, деп қызбен ойнап күліп жата берді. Таң қимыл берген мезетте мерген қалғып кетіп, көзін қайта ашып еді. 3 отауда жоқ, қойнында қыз да жоқ, қыз келіншек те жоқ, жалғыз қалды.
Не істерін білмей атына мініп ары шапты, бері шапты. Жерден жан адам көрінбейді. Мерген еліне қайта келіп, басқа ат мініп, тауға қайта іздеп жүреді. Бір дәу құс келіп, Мерген батыр, ішімде 3 айлық балаң бар. Енді 6 айдан соң 90 жолдың торабынан тауып ал балаңды. Жақсылап күт, сол бала саған бақытты бала болып қалар, дейді. Мерген 6 ай толып қалдау деген кезде ел аралап 90 жолдың торабы деген қайда деп іздеді. Ешкім айта алмады. Бір балгер тұрып, 90 жолдың торабы базар, әр жағында көше бар, сол жерде балаң, деді. Мерген базарға барып еді, баяғы көрген құсы. Мерген, бері кел, балаңды ал, деп торменен баланы мергенге тастады. Жақсылап күт балаңды, жақсылап күтсең мұратыңа жетесің, деді. Мерген қош енді деп, құс жайына ұшып кете берді. Мерген баланы алып, еліне келіп, жақсы асырап, жасынан молдаға берді. Бала 7 жасқа келгенде патшаның жақсы көретін бірінші уәзірі өлді. Уәзірлікке кім жарайды дегенде, Мергеннің баласы жақсы, сол жарайды, деді. Мерген баласын уәзір қылды. Бір күндерде хан өлді. Хандыққа кім жарайды деп жар салғанда, сенімді уәзірі Мерген баласы жарайды, деп жұрт Мерген баласын хан сайлады. Мерген баласы үйленіп, ел билеп, Мергенді мұратына жеткізді. Сол уақытта Мерген бақытты балам Бақытбай деп атын қойды. Бұдан былай баланың атын не деп қоярын білмеуші еді. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен тәмамдалды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.